Ванга болжамына сенуге тұрарлық па? Болгар көріпкелдің жанкүйерлері жаман ойлайтындар да бар. Кейбірлер оны Құдайдан келген адам деп санаса, басқалары оны билік айтуға рұқсат еткен ақпаратты берген деп санайды. Ванга шешімдерінің көпшілігі түсініксіз, оларды түсіну қиын. Нақты атаулар, күндер, жерлер жоқ. Оның мәлімдемелерін көптеген оқиғаларға жатқызуға болады. Мәселен, Ванганың көптеген сөздерінің жалған екендігінде. Оның болжамдары саяси ойындар мен алып-сатарлыққа қолданылды. Сенесіз бе? Жоқ па? Әр адам өзі шешеді. Оның көптеген болжамдары орындалғаны белгілі. Ал енді нақты болжамға оралсақ. Ванга Қазақстан және Кенесары туралы не деп еді? Осыдан бірнеше жыл бұрын қазақстандық басылымдар Ақтаудың бұрынғы тұрғыны Евгений Черемушниковқа әйгілі болгар көріпкелі Ванганың Қазақстанға қатысты айтқан болжамы туралы жарыса жазған еді. Евгений Черемушников 1988 жылы Ванганың қабылдауында болыпты. Ванга оған қандай болжамдар айтты? Бұл Ванганың даңқы Кеңес одағында дүрлеп тұрған кезі еді, депті Черемушников. Шамамен дәл осы кезеңде оның су үстінде тұрған жас буынның қолымен тұрғызылған қаланың жер бетінен жойылып кететіндігі туралы болжамы айтылған болатын. Вангаға кіру кезегі бір ай бұрын жасақталып қояды екен. Дегенмен, маған 3 күннен соң-ақ кірудің сәті түсті. Ол маған бара бер деп, сенің туған қалаңа ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деді. Және мынаны қосты: сен бақытты елде тұрып жатырсың, онда бәрі де жақсы болады. Тек ертерек заманда өз елдерің үшін күрескен бір дауылпаз батырдың басын қайтарып алуларын керек деп айтады. Сонда сендер гүлдей жайнап кетесіңдер. Мен Ванга Кенесарының басы туралы айтқанын кейін барып түсіндім, дейді Черемушников. 20 ғасырда болгарлық болжаушы көріпкел Ванганың кереметіне ешкімде теңеле алмағаны анық. Ванга қазақтарға айтқан нақты бір болжамдарында қазақтардың болашағы бар, өте қайсарлы ел, айбарлы, ержігерлі азаматтар көп болады, айдай сұлу қыздары өте бақытты болады делінген. Бұл әрине өте жақсы хабар, бірақ бір айта кететіні, көре алмаушылық бізде басым екен. Сонымен қатар, Ванга қазақтар туралы алдағы жылдары әлемді қозғаушы күшке ие, қайта өзгеру мүмкін емес бір өзгеріс болады деп болжам келтіреді. Бұл әрине тек болжамдар ғана. Сіздерге қызық үшін осыларды айтып жатырмын. Олай қатты сөкпесеңіздер жақсы болар еді. Сіздермен бірге болған Жел каналы, келесі видеомызда көріскенше.